Балықтың пайдасы. Балық ақуызы, яғни балық протеині, бұл тағамдық құнарлығы жоғары тағамдардың қатарында, және те өте жеңіл қорытылады. Сонымен қатар адамның асқазан, яғни ас қорыту жүйесі бұзылып жүрген адамдар үшін де балық еті таптырмайтын ем, сондай-ақ шифа. Және сонымен қатар балық майы да адамға зиянсыз келеді, және қандағы майларды көлемін азайтады. Сонымен қатар жүрек артерияларының ауруларының алдын алуға да өте пайдалы тағамдардың бірі. Аллах тағала Нахл сүресінде біз теңізді сендерге бағындырдық, оның ішінен балғын етін жеу үшін дейді. Яғни лахман тария деген сөзді қолданады Аллах тағала. Осы аяттағы осы сөз тәфсір ғұламалары бұл балық еті деген, яғни өте жұмсақ, бүкіл еттердің ішіндегі ең жұмсағы, сондай-ақ тез қорытылатын еттің қатарында деген. Аллах тағаланың Құраны хақ, және хақ Құранның ішіндегі бізге пайдалы басқа да жемістер мен басқа да түрлі тағамдар туралы бізде келесі каруселде жариялайтын боламыз. Рамазан дайындығына арналған Тәубе етуші жан атты біздің жобамыз YouTube арнамызда күнделікті жарық көруде. Бүгінгі жаңа шығарылымды жіберіп алмаңыз.